Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге бүгін мен Арсенчик KZ және де достар, бүгін бізде КРМП Mobile достар, яғни Black Russia серверінде достар, осы жақта Filet V серверінде ойнаймын достар, және де бұны қалай скачать етуге болады десеңіздер, бұны телефонда ойнап жатырмын, телефонға қалай скачать етуге болады десеңіздер достар, описанияға кіреміз, қараймыз, сол жақта бәрі жазылған. Так достар, бұл кәдімгі КРМП телефонға арналған, әнекей достар, аренда скутер деген тұр. Осы жерге келеміз дағы скутерді достар 50 рубльға арендаға аламыз. И достар, қазір біз осында жұмыс істейтін боламыз қазір. Ол үшін достар бізге қазір айтам, Арзамас деген қалаға бару керек. Мен қазір Батыревадам. Картасы осында үлкен достар, біз Арзамасты достар мына жердегі мынау акимат достар мерри дейма, соған баруымыз керек. И достар, оған жолмен емес, осылай тікесінен бара салам. И достар, короче, қазір сол жаққа жеткен кезде видеоны қосатын болам. Так достар, мен қазір Арзамас қаласына жеттім уже. И енді осы жақта жаңағы не акимат ба, мерри ма, соған баратын боламыз. Не ол жаққа барады десеңіздер достар, ол жаққа барған соң мен жаңағы бір жұмысқа тұрамын. И сосын барып сол жерде сол жұмысқа тұрамдағы, сол жақтан дальше жұмыс істеп кете беретін боламыз достар. Қазір достар, осы жерден оңға бұрыламыз. Енді достар, бізде прямой жол, газды до конца басамыз деп па. Ошын достар, ол жаққа барған кезде мен жаңа ойландым да, сосын достар, пицца тасушы жұмыс істейтін болдым. Пицца тасушы ол достар, курьер дейді ол орысша айтқанда. Я достар, сондай болам. Ошын кеттік, мінекей достар, областный акимат мынау. И короче, іші мінекей, ішінде дохуя адам жүр деп па. Ошын мына жерге келеміз. Жоқ достар, бұл не ғой, банда ашатын ғой, семья дейді ғой. Мынаған келеміз достар, мінекей да дейміз дағы, екінші тұрған курьер болып достар. Олсын сіздерде екінші уровень болуларыңыз керексіздер. Екінші уровень болған кезде ғана солай жұмыс жасай аласыздар. Олсын екінші уровень болу үшін ана квести для новичок дегендер бар шыққан жерде. Соларды орындасаңыздар, сіздерді екінші уровеньға көтереді. Ал мен қазір достар, үшінші уровень ба, сондай. Менде достар, бізге курьердің жұмысын табу керек. Олсын достар, /gps дейміз дағы, по работе деген таңдаймыз. И достар, мінекей екінші болып тұр, курьер деген. Ол достар, картада тіптіге жол екен, мына жерде метке қоймай қояйық. Ал енді сол жаққа сол жаққа баратын боламыз. Кеттік. Достар, және де бұл не ғой? Black Russia сервері, бұл жақтағы достар, Filet V сервер, жақта достар, қызыл, жасыл, сары, оранжевый, лайм деген цвет бар, және де лайм деген сервер дегенім. Солардың ішінде достар, біз Filet V серверіне ойнаймын мен достар. Осы жақта қазақтар өте көп, сондықтан солармен бірге ойнаймын. И достар, мінекей біз жеттік, мінекей по работе, курьерный работа дейді, далее дейміз. Опа, достар, маған қараңдар, форма берді андай. Жап-жасылдатау достар, артында сумкам бар. Соған пицца салып тасайым ғой. Мопедті берді. Енді достар, маған картада көрсетіліп тұрған қызыл меткаға бару керек. Ол жаққа барған кезде достар, вроде сол жаққа мен тамақ тасып атырым қазір. И сол жаққа барамдағы мен тамақты апарам. И маған олар ақшасын береді. Вроде солай достар, кеттік ал. Мінекей уже жетіп қалдым, мына жерде екен ғой. Хоп деймін. Опа, тоғымыз басамыз. И мотоциклдан түсеміз. Тағы да біреу жүр ғой мен сияқты достар. Но менің мотоциклімді ұрлайын деп атыр достар. Ана мен достар, жаяу қалдым. Опа достар, мына жерде тағы бір мопед бар екен. Соған мініп кете салайын. Не ну? Достар, мынау жабық, короче достар. Кеттік оданша басқа мопед іздеймін. Так, ошын достар, мен қазір басқа мопед тауып алдым. И осымен жаңағы мұны соқпас деймін. Короче достар, осы мопедті аламыз да алдым. И енді достар, тағы да бір қызыл метка көрсетіп тұр. Сол жаққа баратын болам достар. Ойбай, такси жарылайын деп жатыр ғой достар. Мінекей достар, ол мына жердегі үй. Достар, сонда мен жаңа магазинге бардым ғой достар. Магазинге бардымдағы сол жақтан достар пиццаны алдым. И енді достар, мен соны мына үйдегі тұрғындарға әкеп бердім. Әнекей достар, маған уже 700 рубльма берді. Ол достар көп, кәдімгідей көп. Бұл жерде солай жинай беретін болам достар. Енді бізде келесі
Келесі достар, енді бізде. Так достар, жаңа магазинге келдім. Пицца, ой, ішіне кіріп кеткенсің. Пиццамды алдым енді достар, мопедімді ешкім ұрлаған жоқ бұл жолы. Енді достар, мен енді бұл пиццаны басқа үйге алып барып берем сонда, я? Түсіндім. Так, енді осы жолмен прямойнан жүрсек, ана қызыл меткаға жетіп қаламыз деген ойдамын достар. Кеттік ал. Газды до конца басамыз. Қараңыздар достар, мопед дейтін уже 107-ге дейін барады. Е-мое, 108. 109 деймін, өлә деймін. Так достар, ана что-то алыста сияқты ғой. 110-ға жетіп жатыр ана мопед. 110-мен жүреді екен достар мопед. И достар, ана что-то алыста маған достар, алысқа барған сайын вроде, ой, мынау. Алысқа барған сайын достар, маған көп ақша төлеу керек, бұл менің ойымша. Қазір көретін болам достар, ана отыр. И бұл мынау не достар, мынау да магазин ғой негізі. Бірақ дом шығар. Кеттік ал. Бұл жаққа достар, машинамен кіруге болмайды, только адам болып кіреміз. И достар, қараңдар достар, уже менде 2000 рубльден асып кетті. Базар жоқ достар. Мен мына жақтың бәрін, енді мына жаққа барамыз, я? Кеттіген достар, сол жаққа барған соң видеоны жалғастыратын болам. Так, короче достар, бізде уже мына жаққа келдім достар. Бұл жақта байқау керек, өйткені мопед ұрлайтындар өте көп деймін. Короче, кіреміз, қайттан мопедімізге отырып аламыз достар. И енді кеттік. Короче, енді қай жақта екен ана меткасы? Так достар, мынау дейтін жап-жақын жер ғой, мына жер ғой достар. Жақын жерге вроде аз ақша төлеу керек. Анау жер. Қазір көреміз достар, қанша рубль беретін. Бағаны 6-қа татау 1300 рубль ма сондай төлеп тастады. И мына жаққа кірген достар, маған почти достар 200 рубльдей төледі. Нормальный достар. Енді тағы басқа жаққа барамыз уже. И достар, кеттік. Мына жақтың бағана достар, мен мына жерден алғанмын, енді анау магазинге барамыз, е? Мынау менің мопедімді ұрлап кетпей ме, что-то бомж сияқты ғой түрі. Жүрсейші бұл. Ей, блин достар, тағы да мен мопедімді ұрлап кетті. Короче достар, басқа мопед тауып алатын деген ойдам қазір. Кеттік онда. Ар жаққа бара берейік. Ошым солай. Мынау қатып жатыр. Ошым достар, мен болды уже маған осы ақша жетеді деп ойладым да, сосын достар, жұмыста аяқтайтын балам. Осы жерге келеміз. И достар, қараңыздар, уже маған 2345 рубльімді берді. Короче достар, жұмыс жасадық, бұл жақсы ақша. Солай, короче. Ошым достар, барлықтарыңа давайте достар, арнаға жазыламыз достар. Бүгінгі менің видеом аяқталды. Достар, 2301 рубль алып тастадық, короче, жасап тастадық деймін, короче. 2021 жыл тез келсін десеңіздер, осы видеоға лайк басыңыздар.